Armısızlar kızgaldaqtay kızday alağan, tәтсін аямаған, бой жеткізіп мойнына тұмар таққан, бақ қаққан халқым менің. Балалығы артта қалды гүліңнің, қолың шағы еркелеткен күніңнің. Аялаған ақ құсыңды ұшырсаң, бой жеткенде ашылғаны гүліңнің. Қазақ қызын қашанда қадір тұтқан, қасиетке балаған, төрін сұнған. Себебі қыз өріс, қыз кие, қыз ұлтының ұяты, қыз халқының шырайы, қыз өмірдің бастауы, қыз тіршіліктің тірегі. Ендеше сол тіршіліктің тірегі, кеше ғана құлдырында ойнап жүрген Тіней елінің әппақ гүлі еді деп, бүгінгі ұзату тойымыз құтты болсын. Қошемете қойыңыздар, той қаласын. Ендеше біздің сұлу қызымызды бір көргеннен күйіп жанған, жүрегі оттай жанған, ақ ниеттей аруды сүйіп қалған күйеу жігітті қарсы алайық ағайын. Ал бәрекелді күйеу келе жатыр, қалайық сүйінші күйеу жігіт келе жатыр. Алдарыңыздан ұрпақтай күйеу жігіт келіп тұр ғой, қозығайып күйеуді сыйлаған Мұхаммед пайғамбарда деп. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттері қайдасыздар? Күйеу жігітті бір қошеметтеп қояйық. Айналайын, күйеу жігіт, қош келдің. Бүгін мынау ұзату тойы дейміз ғой. Дегенменен бойдақтықпен қоштасу той екенін де ұмытпағайсың. Бұған дейін қылықты нұрбақ болсаң, бұдан кейін анау-мынау емес, құрбан ата қызының құрығына ілінген құрықты нұрбақ болғаның құтты болсын. Қош келдің елімізге. Ал енді қыз сыйлаған қазағым, періштеде болсын назарың. Бір шапалақ ұрайық, бетті бері бұрайық. Кішкентай ғана бір кездегі құлдыраңда ойнап жүрген құлыншағымыз бой жеткен екен. Ақ ниеттей аруды ортаға жеңгелер алып шығайық. Ал бәрекелді, ақ ниет ортаға келсін. Барған жерде балдай барын суда іздейсін. Ақ ниетті қарсы алыңыздар ағайын. Ihtan şaşan
aynalayın appak bolsun kaşanda didarың. Баланың ғана былдырлаған киімі болсын жиғаның. Қашанда елге иба болсын қиғаның. Өзіңе қашанда бойыңда міндесіңді тағылмай бірге жүрсін иманың деп. Айналайын сіңілім. Міне бүгін бізде ұзату тойы. Кеше ғана бала болсаң, бүгін мінекей бір елге келін болғалы тұрсың. Әппағым, артыңда болашақтарың, алдыңда болашақ жарың. Жүрегім, әкеңнің ерке гүл едің, бақытты бол тілегім деп. Сол болашақ жарыңыз күйеу жігітті сізге жүрегімен қоса алғызыл гүлдерін ұсынуға рұқсат етейік. Ал күйеу жігіт бәрекелді. Қошеметтеп қойыңыздар. Ал айналайын сіңілім, осындай гүлін сыйлап жатқан Алла бұйыртып азаматыңызға қыз бен ұл сыйлаңыз деп бір Алладан сұраймыз. Ал енді екеуіңе айтылар бізде де бар бір ақыл. Біреуің болып жүрмее сұрапыл. Армандарға жеткізер, ұрпақ өсі жетілсін. Бірін қозы болғанда баян сұлу екіншің деп, қозы мен баяндай қол ұстасқан қос ғашығымызды қос қолдап қошемете қояйық. Кәнде қол ұстастырыңыздар. Ой, бәрекелді. Ал ендеше жастарды жақсылап махаббаттың отауына шығарып салайық. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қызға тілек. Шапалақ қайда, қошемет қайда, жастар бақытты болсын. Бақыттың базарында, Алланың назарында жесін ағайын. Дүниелер той құтты болсын. Құдалар қайда. Бүгінгі тойдың егесі Ағниетті мамасы мен папасы қайда екен? Әзімхан аға қайдасыз, Айшапасы қайдасыз? Той құтты болсын. Айналайын, ұлың өссе, ырысын қызың өссе өрсін дейді. Өрістеріңіздің кеңіп жатқаны құтты болсын. Ендеше жақсылықты ұқтырып, айналайын, құда түсіп келген құдалар орнымыздан тік тұрып, бүгін тұрғызып отырғызып алайын да ертең қызымыздағасын бағынбай кетеді бұлар десең. Ал енді мынау қош келдің айналайын құдаларым, не десең де мен бүгін құмаламын. Толтырыңдар жадырап деп асаманың тойдың нұр алаңын. Ал құдалар артаға келем, кеттік. Керек құдалар.
Әркім өзінің құдасы мен құдағиының қасына шығып тұрсын. Әркім өзінің құдасы мен құдағиының қасына тұрсын. Бәр нәрсені бастап бүлдіріп, елдің бәрін күлдіріп жүрген осы төртеуі. Кінәлі бұрышта тұрсын. Ал енді Айтып қойсаңыздар сізді Ну ладно, репетиция. Құда келді деп ауылға жар саламыз, келген құдаларды құдайдай қарсы аламыз. Келген құдалардың құрметіне біреу деп ән саламыз. Ауылға да құдамай келді деп, арнайы сәлем берді деп, аналар жүр аңқылдап, жеңгелер жүр жарқылдап, жаулықтар ау желбіреп, жүзі жылы Құданы құдай өзі берді деп, ата-ана тұрап, бақытты болсын балалар, хей деп жүрек ау елжіреп, айдай, керемет құдаларға супер шапала, айдай. Ой, бәрекелді, мынау қазақ боғалы, светі жоқ болса да киіз үйді құрт тастап, етегін түрт тастап той өткізгенбіз ғой енді. Мынаған жабыспаған ештемеміз жоқ, бірақ дайындап қоя бер. Ал енді мен құдаларға қарай тілектің тізгінін бұрайын, сіздерден ізгі ниет сұрайын. Алдыменен апамыздан бастаймыз ба? Ал олай болса, аналардың анасы, даналардың данасы. Жастар бақытты болсын, бақыттың базарында Алланың назарында жүрсін. Айналайындар, бақыт деген оңайлықпен келмейді. Бақыт табанның астына келеді екен. Аяғын алып жүрген адамның беліне барады екен. Белін бұлғамай, ұрпақтың сабақтастығын жалғап, иманды ұрпақ өсірген адамның кеудесіне қонады екен. Кеудесін кермеген адамның басына барады екен. Ал баста қонған бақ ұстап қала білсең, мәңгі бақи қалады екен. Ендеше бақтарың мәңгі бақи бастарында болсын айналайын. Бақытты болыңдар, жастарды қошеметте қолдап шығарып салайық. Жақсы көремін, жаным сенен тапты.
Bismillahirrahmanirrahim. Ақ жолды төсейік. Ақ жолды Ақотаудан бері қарай төсей қойыңыздар. Мынау қызға ақ жол төсейтін себебіміз қызымыздың жолы ақ болсын, екі жастың махаббаты пәк болсын, жастардың басына орнына бақ қонсын деген ниетпенен жасаймыз. Бері қарай, шамал бері қаратыңыздар, жақындатыңыздар, ой, бәрекелді. Ал Bismillahirrahmanirrahim. Біздің Айсұлу Ақниет аруымыз қайда? Айналайын Ақниетжан. Бірге қол ұстасып, оң аяқпен аттың үстін аттаңыздар. Ал енді жақсылыққа басымызды құрап, бір Алладан шын ниет сұрап, 10 шақты ұлдары болсын деп, 10 шақты қыздары болсын деп, бастарына орнына бақ қонсын деп, ойыншық бейнен 10 шақты шашамыз. Ал Bismillahirrahmanirrahim. Менің болым емес, Бек Фатима пірімнің болы деп, апалары ойыншық бейнен 10 шақ шашып жатыр. Қазір теспеңіздер. Қызымыз аман есен осы ақ жолдан жүріп өткен соң аласыздар. Ал енді, мынау айналайын жаным, үстіңдегі ақ көйлек әппақ арым деп, табылды бүгін жарым деп, ашылды жаным бағым деп. Ал енді, қызыл орамал қыз болған хандық шағым деп, мінеки қызыл орамалды анаңыз алып келе жатыр. Ендеше Bismillahirrahmanirrahim. Міне қызыл орамал салғанымыз, қыздық дәуірдің артында қалғаныңыз. Ендеше бүгін бізде қаншайым едіңіз, енді ана ақ жаулықты келін болғаныңыз деп, қызыл орамалды қызымыздың мойнына салайық. Қызыл орамал бір елдің аманаты. Ал енді Bismillahirrahmanirrahim. Келін сәукелен алып келейік. Бұл сәукеле дегеніміздің өзі ақ жаулық болып есептелінеді. Сондықтан да басыңа жаулық салғаны, қыз күнің артай қалғаны, анаңдай болсын болғаны, елдігінің осы арманы деп. Bismillahirrahmanirrahim. Анасындай болсын. Өз қолыңызбен сәукелені басына салыңыз. Ана сөз. Кәнеки анамыздың ақ монологын қабылдаңыздар. Шығып, үніне жүрегімнің құлақ түргін, мен бүгін қуаныштан жылап тұрмын. Сырға келіп құлағына таққан кезде, жеті қалғанымды бірақ білдім. Қызымен шаңырақтың шырағындай, сақтаған төрінде алтын тұмарымдай, ақ қолым қатар ұшып қалықтай бер, жұбымның мәңгі серік сыңарындай. Ардақты ел жұртыңа ана болғым, салтынан таймай ескі сара жолдың, тербетіп ақ бесігін адалдықтың, домала анамыздай дана болған. Әмин. Ал енді бұл анасының ақ батасы деп біліңіздер. Ал енді әкенің сөзі оқ деген, әкеден асқар жоқ деген. Айналайын ағатай, келіңіз. Қызыңызға аумин деп ақ жолдай, ақ елік, ақ батамызды беріңіз. Қыз баласы әкесінің оң батасын алмай, оң босағадан аттамаған. Ендеше Bismillahirrahmanirrahim. Қызыңызға ақ жолдай ақ бата берсеңіз деп отырмыз. Айналайын әкелер, әкелерден сұрасаң аспандағы айды әперер. Әкелер ғой түзу жолға жетелер деп. Ендеше қызыңызға аумин деп ақ жолдай ақ бата берің, сіздің әкелік парызыңыз. Аумин қалай, қалақан жайық. Аумин. 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 Ақ жол. Қызымызды ұясына шығарып салайық. Кәнеки қызымыздың маңдайынан иіскеп, кеу жігіт ақ жолдың ар жағынан күтіп ала қойыңыз. Бағын тілеңіздер. Босамаңыздар. Жүрегі